Selam aleykum. Dekabrның 22-сы Қырымыш Ғалинның 1393 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışam. Шикейтері детальдақ межетлі Хизбут Тахрир давасының Мабюсы Эмиль Джимадинов незарет алтында қалажақ. Махкеме ашық олса да туғанлары көрсетілмеді. Қабатланған ісі видео бағы өзірінден махкемеде иштирак етті. Адвокатлар мескер даваның 5 мабюсыны евапсыне ауыштырмаға режа етелер. Эмиль Джимадинов, Айдар Салединов, Рустем Исмаилов, Тимур ве Узир Абдуллаевлер бір елдан сәйде незарет алтында қалалар. Оларны кечкенсіне октябрь айында яқаладылар. Дава мабюслері Русияде сақланған Хизбут Тахрир тәшкилатында иштирак етмесінде қабатлана. Мы не просим отпускать их на свободу. Мы просим изменить меру пресечения на более мягкую, под домашний арест. Однако, как всегда, наши доводы не были услышаны, поэтому пока братья будут находиться там. Они всех благодарят, кто приходит к суду. Очень их, конечно, нервирует, что суды закрыты. Бір кішілік наразылықлар давасының соңғы махкемесі бүгін Ақмешжетте олажақ. Бұл işgalcilerinin давадақы кечірген 75-ші махкеме отырышыдыр. Базар ертесі күнінден башлап олар 74 инсанға умумен 780 рубле миқдарында пара жазаларына берді. Пара жазаларына алғанлар күтлеви тедбірлеріні кешіру қайделерінің бозылмасында қабатлана октябрның 14-інде инсанлар бір кішілік наразылықларға дегелде евелден тешкіл етілген акцияға шыққан екенлер. Бұндан да ғайра язулы шарларының метінлері ве қоланылған қалемлер айныйды деп білдіріле. Қырым татарлар бір кішілік наразылықларға шықып, Бақшысырайда Хизбут Тахрир давасы бойынша октябрның 11-інде яқаланған 6 Қырым татарына қол тұтмаға істеділер. Кремльге бойсунған Кефе шерінің махкемесінде бүгін Қырым татар фаали Сулейман Кадыровның давасы бақылажақ. Оны күтлеви хабар васталары ве интернет üzerinden Русияның топрақ бүтінлігіні бозмақ чағырып япқанында қабатлайлар. Жинай еш açılmasының себебі іжтимай ағыларда қалдырған тефсірі олғандар. Соңғы махкеме отырышы 2 күні версі олып кечті. Махкеме отырышы беткенінен адвокатлар тақиқат сақты олғанына білдірділер. Бүгінгі махкеме Кефенің греческая 3А адресы бойынша олачақтар. Среди тех понятых, которые сегодня выступали в качестве свидетелей, я узнал понятых, которые выступали в качестве таковых по делу Николая Семины. То есть, как вы знаете, я был адвокатом Николая Семины, и эти же люди, они были понятыми, случайно оказавшимися возле здания ФСБ. И сегодня они тоже утверждают, что они случайно оказались возле здания ФСБ, и их попросили помочь. То есть, все это вместе, это просто вопиющие факты, какой-то, я не знаю, какой-то подлога. Қырым işgalinin вақия намеса Киевде журналист Николай Семинаның китабы тақдим етілді. Аман-аман Бин сайфиде 300-ден зиеде мақалесі басылды. Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев еменке бұл китап ысасында тарихчылар 2014 сенесі март айындан башлап, ярым адада нелер олып кечкеніне қимет кесіп, талил етечеклер. Қырым репортажы адлы китапта Николай Семинаның 300-ден зиеде мақалесі басылды. Оларны журналист işgalcilerінің зияреті ве сепаратизмде қабатланмаздан евел язғаныды. Николай Семина işgal алтындағы ярым аданың ең парлақы десе вақайларны айдынлатып, оларны талил етейді. Бұтын ішлеріні сығдырмақ үшін аман-аман Бин сайфе керек олды. Китапның тақдим мерасиміне келген Эльми Умеров, Ове Муэлев айны мадде бойынша махкем етілгеніне айтты. Мы оба до сих пор не знаем, за что нас судили. Потому что мы считаем Российскую Федерацию в границах 1991 года. А в 2014 году это был акт агрессии со стороны России, аннексия части территории Украины и оккупация Крыма, части Донецкой и Луганской областей. Кырыш сөзіні Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев yazdı. О бұл китапны оқығанлардан бірі oldu. Николай Семина аман-аман бұтын мақалелеріні тахалюс алтында язмаға мечбурыды. Ишгалчы махкеменің үкімі ве 2 ел девамында жемат фаалиетінен оғрашма ясағындан соң Николай Семина
bu imkandan bile marum kaldı. Написано искренне, правдиво, охватывает все стороны жизни оккупированного Крыма. В полном смысле слова энциклопедия оккупированного Крыма. Они же даже умудрились в его компьютер установить аппарат, что они прямо с компьютера видят, куда он заходит, что он пишет. Такое вот. Чего-чего, а вот в области слежки, репрессий изощренной Россию никто не превзойдет, наверное. А в течение 2 лет наша задача его только постоянно поддерживать. Kitapның 2500 нұсқасы басылды. Бұңа Қырым ақиқат muharririyeti ve haber siyasетін әзірлігі ярдам еткенлер. Олар еменлер. Қырымда махкум етілген Украин журналистінің китабы сайысында Ярымадада нелер олып кешкеніне да çok insan білежек. Ми на наступний рік плануємо перекласти цю книжку Миколи «Кримський репортаж» англійською мовою. Я хочу подякувати саме Миколі за те, що в нього є така стійкість, така мужність. Не тільки відстоювати свободу слова, а ще й писати ті матеріали, які лягли в основу цієї книжки. Кремльнің саяси мобюслеріне қол тұтып тедбірі журналистінің ішіне кедер ве сөз сербестлігіне қаршы басқы не олғанына яқшы білген інсанларына топлады. І сьогодні у нас, власне, аудиторія і експертів, і правозахисників, а також політиків, дипломатів, які добре розуміються на цій темі і які роблять все для того, щоб репресії в Криму якомога швидше зупинились. Қырымда журналист олмақ телукеледір. Бұны Америка Бірлескен Девлетлері дипломатик миссиясының векеледі қайдете. Тедбірге о ишғалде олғанларға қол тұтмаға келді. Яқасында Қырым ишареті ве бойын бағында Қырым татар тамқасы бар. О Николай Семенаның үкмені такбих етіп, Ярымадада яшаған инсанларына қорқызмаға тырышалар дей. Окупаційна російська влада продовжує залякувати, придушувати інакомислення і будь-яку опозицію окупації. Кримці живуть в атмосфері страху. Незалежна преса зазначила особливо сильних переслідувань в умовах окупації. Николай Семенаның сенатдашлары дейки о басқы алтында олғанына әрдайымы сете. Журналистиканен оғрашмасы ясақ етілген соң Николай Семена фоторесімлерге кечті. О Ярымаданы долашып мешур ерлеріні чықара. Сенатдашлары үміт етеке бұл фоторесімлер дабыр китапта олажақ. Оны Николай Семена Ярымаданың ишғалден азат етілмесіне бағышлай. Маргарита Потапова, Сергей Карапыщенко, Данила Карп, Заман, АТР. Қырымдағы ишғалшы махкемелерде олған қауғаларына сөзде шер шурасының сабық депутатының танышылары біле шекейет ете. Павел Степанченко ве газета муарері Алексей Назимов махкеме векелерінен давалашты. Олар дейлер махкемеде оларға сайғысызлық көстерелер. Алексей Назимов и Павел Степанченко кешкен сене октябрінің 4-інде яқаланған еділер оларны пара талап етуде қабатлайлар. Хамства я такого не видела. Вот как в Алуште я такого хамства не видела. На меня выпучил глаза, оскорблял меня. И вот эти вот люди защищают закон, они не защищают закон. Это не суд, это судилище. Уже так сфабриковали, так вот это, я уже слушаю, уже дышать нельзя, смотреть нельзя, чихать нельзя. Вопрос, а что можно? Ато аланында тез бұрастынса да кене қан төкілді. Бір аскерілі қолды ве екісі яраланды. Душман Украин ноқталарына қаршы атеш açmak үшін танк қоланды. Алмания канцлері Ангела Меркель Владимир Путинен телефонда алып етіп, Донбасстағы атешкес контролі ве координация меркезі хақында сұрады. Аптаның башында Русия забетлері ішіні қалдырып, Русияге қайттылар. Русия президенті оларының арбейлері Украинада айрымға ұғырай деп шекейт етті. Украина тарафы есе бұны провокация деп сая Минскте илан етілген барышыққа бір күн қалды.
Украина иеті Баш Ассамблеяның Кудус қарарына не себептен рей бермегенін аңлатты. Бұл резолюция регионда вазиетіні ейлештір емес, Кудусның статусы есе барышық музакерелерде қабыл етілмек керек екен. Туневын Бірлешкен Милетлерінің Баш Ассамблеясы Кудус қарарына қабыл етті. Америка Бірлешкен Девлетлерінің қорқызуларына бақмадан Весиқа Кудусның Израиль пайтақты оларақ танылма қарарына кері алмаға чағырам. Резолюциян жақтевсейлер бере, бейасыра үні еріне кетірмейжек. Американың дайми векіліне Хейле, Вашингтон бұ Реберовның нетижелеріні ұнутма жақ деп қайдетті. Бұндан evvel Дональд Трамп Весиқаға қол тұтқан мемлекетлерінің мали етілмесі ексележек деді. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар саат 12-де. Яңа хабарларны украинже сейретіңіз, атырылы олыңыз.